Комплекс сандар бөлімінің 18-де 1 есебі. Квадрат теңдеудің түбірлерін табыңдар. Бірінші есеп. X квадрат плюс 4 тең 0. Бұл толымсыз квадрат теңдеу. Бұдан біз x квадраттың минус 4-ке тең болатын таба аламыз. Нақты сандар жиында бұл теңдеудің шешімі жоқ. Бірақ комплекс сандар жиында бұл теңдеудің шешімі бар. X квадрат тең минус 4 болса, минус 4-ті біз минус 1 көбейтілген 4 деп жазаламыз. Бұдан минус 1 дегеніміз ол и квадрат, 4 дегеніміз ол 2-ның квадраты. Яғни былайша айтқанда 2i-дің квадраты деп жазуға болады. Сонда x квадрат тең 2i-дің квадраты болса, онда x бізде тең болады плюс минус 2i-ге. Яғни осында 2 түбірі бар. Екінші есеп x квадрат плюс 81 тең 0. Бұл жерде де толымсыз квадрат теңдеу x квадрат тең минус 81 болады. Тура алдыңғы есептегідей түрлендіру арқылы біз x-тің плюс минус 9i-ге тең болатынын таба аламыз. Үшінші есеп x квадрат плюс 11 тең 0. Бұдан x квадрат тең минус 11. Бұдан x тең минустан түбірдің астынан i шығады, түбір астында 11 қалады. Плюс минус алдына қоямыз. Бұл жерде 2 түбір болады. Келесі есептер. Төртінші есебі. X квадрат минус 5x плюс 14 тең 0. Бұл толық квадрат теңдеу. Дискриминант табу үшін минус 5-дің квадраты 25, минус 4 көбейтілген 14, ол 56-ға тең. Минус 31 болады. Минус 31 ол квадрат түбір ненің квадрат екен табу үшін. Минус 1 көбейтілген 31, и квадрат көбейтілген түбір астында 31-дің квадрат деп жазуға болады. Немесе и түбір астында 31-дің квадрат деп жазаламыз. Бұдан x1 бізде тең болады. Минус 5 ол плюс 5 болады. Плюс i түбір астында 31 бөлінген 2. Бұл бірінші түбірі. x2 тең 5 минус i түбір астында 31 бөлінген 2. Былайша айтқанда, бұл жерден біз мына нәрсені көре аламыз. Квадрат теңдеудің дискриминанты теріс сан болса, онда оның комплекс сандар жиынында 2 түбірі болады, және ол 2 түбірі бізде түйіндес сандар болады бір-біріне. Мынау 5 плюс i түбір астында 31 бөлінген 2 мен 5 минус i түбір астында 31 бөлінген 2 бір-біріне түйіндес комплекс сандар. x1-ді біз 5 бөлінген 2,5 плюс i көбейтілген түбір астында 31 бөлінген 2 деп жазаламыз. x2-ні біз 2,5 минус i көбейтілген түбір астында 31 бөлінген 2 деп жазаламыз. Жауабы осы болады. 2 түбірі бар комплекс сандар жиында. Келесі 5-ші есеп. x квадрат плюс 4x плюс 9 тең 0. Дискриминант 16 минус 36 тең 20, минус 20. x1 тең минус 4 плюс түбір астында минус 20 бөлінген 2. Минус 4 плюс минустан и шығады. 20, минус 1 өйткені минус 1 көбейтілген 20 деп болады. 20 ол 4 көбейтілген 5. 4-тен 2 шығады, түбір астында 5 қалады. Бөлінген 2. Бөлшектің алымын 2-ге бөліп шығатын болсақ, минус 2 плюс и түбір астында 5 қалады. x2 тура осылай есептеледі, бірақ мына жерде плюстың орнына минус қоямыз. Сол кезде жауабы минус 2 минус и түбір астында 5. Яғни x1 мен x2 бір-біріне
түйіндес комплекс сандар. Бұл 5-ші есеп. Ары қарай 6-шы есебін қарастырамыз. X квадрат плюс 2x плюс 18 тең 0. Дискриминант 4 минус 4 көбейтілген 18 тең болады 4 минус 72 тең минус 68. x1 тең минус 2 плюс тұбырасына минус 68 бөлінген 2 тең минус 2 минустан и шығады. 68 дегеніміз бізде 4 көбейтілген 17-ге тең. 4-тен 2 шығады, тұбырасында 17 қалады. Бөлшектің алымын 2-ге бөліп шығатын болсақ, минус 1 плюс и тұбырасында 17 болады. x2 осыған түйіндес сан минус 1 минус и тұбырасында 17. Яғни 6-шы есептің 2 түбірі бар. Комплекс сандар жиында минус 1 плюс и тұбырасында 17 және минус 1 минус и тұбырасында 17. Жауабында бұл 2 санды кейде бұлай біріктіріп жазады. Плюс минус и тұбырасында 17. Плюсында минусында екеуін бірге көрсетіп қояды. Келесі 7-ші есебі. 2x квадрат плюс x плюс 11 тең 0. Дискриминант 1-дің квадраты 1 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 11. 1 минус 8 88 тең минус 87. x1 тең минус 1 плюс тұбырасында минус 87 бөлінген 2 көбейтілген 2 болады. Өйткені x квадраттың алдында 2 коэффициенті бар. Минус 1 плюс и минустан и шығады тұбырасында 87 қалады. Бөлінген 4. Бұны минус 1 бөлінген 4 плюс и көбейтілген тұбырасында 87 бөлінген 4 деп алгебралық түрде комплекс санды үстіп жазуға болады. x2 бізде осы бірінші түбірге түйіндес болады. x2 тең минус 1 бөлінген 4 минус и көбейтілген тұбырасында 87 бөлінген 4 болады. Жауабы осы. Екі сан. Минус 1 бөлінген 4 плюс минус и тұбырасында 87 бөлінген 4. Және осы есептің соңғы 8-ші есебі. 3x квадрат минус 6x плюс 14 тең 0. Дискриминант 36 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 14 тең 36 минус 12 көбейтілген 14 тең 36 минус 144 плюс 24 168 болады. Бұл тең минус 132-ге. x1 тең 6 плюс тұбырасына минус 132 бөлінген 2 көбейтілген 3 тең 6 плюс и 132 ол 4 көбейтілген 33 4-тен 2 шығады, тұбырасында 33 қалады. Түбірден 2 шығады, 4-тен мұна жерде бөлімінде 6 болады. Енді бөлшектің алымы мен бөлімін қысқартатын болсақ, бізде 6-6-ға бөлсек 1 плюс и көбейтілген тұбырасында 33 бөлінген 3 деп жазыламыз. x2 осыған түйіндес сан 1 минус и көбейтілген тұбырасында 33 бөлінген 3. Жауабы 1 плюс минус 1 плюс минус и тұбырасында 33 бөлінген 3.